Сәлем достар, сіздер Эрастрон каналына кіріп отырсыздар. Мен бүгін сіздерге модсыз қалай киім жасау керектігін, яғни оларды өздеріңіз талғамдарыңыз бойынша қалай безендіруге болатындығын үйретемін. Ал біз мына бөлімдерден керек заттарды таңдап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі былғары етіктер, былғары киімдер, шалбар, су және де от жағатын қазан секілді затты аламыз. Қазір оған бояу қосамыз, сары. Және де оны көрсету үшін ілгіш аламыз. Сол киімді осы ілгішке кигізетін боламыз. Мінекей осылай жасайсыздар, оны аласыздар және ілгішке қойсаңыздар, сіздерде сары түсті киім пайда болады, тек қалпағымен және аяқ киімімен. Міне осылай әртүрлі түстегі киімдерді өздеріңіздің талғамдарыңызбен алуға болады. Ал қазір мен сіздерге қалай телевизор жасау, яғни компьютер сияқты жасауға болатындығын айтамын. Ол үшін бізге керегі доска, яғни ағаш түрі, бас киім және қызыл кірпіш, тағы да басқа да заттарды аламыз. Яғни мысалы алайық кітапхана және де ақ полка. Ең алғаш біз жер қазып алайық оларды орнату үшін, және де біз осылай өзіміздің қажетті жерді құрастыра бастаймыз. Енді аламыз қазір черный перде. Яғни осы перде арқылы біз жаңағы айтқандай компьютерді құрай аламыз. Соның пішініне ұқсас етіп, ол шынайы компьютерға өте ұқсас болып келеді. Қазір мен оны орнатып жатырмын. Қарап отырыңыздар. Неке осылай жасаймыз. Оларды шетімен кіріп, ағаштарды қойып, компьютер сөресіне ұқсатып жасаймыз. Жанына міндетті түрде кітаптар көптеген. Әрине ол өзіңіздің талғамдарыңызға байланысты безендірулеріңізге болады. Барлығы сіздердің ойларыңызға байланысты болып келеді. Енді біз қалған жерлерді өзіміздің талғамымызға қарай безендіруімізге болады. Мінекей мұнда ілгіштерді қойып, киімге арналған, киім ілуге арналған. Қалған жерді безендіруге, сәндеуге болады. Мінекей біздің компьютерімізде дайын болып қалды. Қарап отырсаңыздар, ол кәдімгі компьютерға өте ұқсас. Неке осылайша өздеріңіздің Майнкрафтта жасаған үйлеріңізді шынайы ретінде қолдануға, құруға әбден мүмкін. Неке қарап отырсаңыздар, анда пердені тақта да бар. Ал енді біз сіздерге қалай ноутбук құрау керегін көрсетемін. Дәл осындай болып шығады. Әрине шынайы ноутбуктан айырмашылығы жоқ сияқты, бірақ енді бұл Майнкрафтта бар реалистік түрде шынайы. Ол үшін біз тағы да дәл компьютеріндағыдай өзіміздің ең алғашқы қабырғамызды құрап аламыз. Және де вагон, пойызды алатын боламыз. Осы арқылы біз ноутбуктың ұқсас макетін жасаймыз. Неке алып жатырық. Және де вагонның түрі. Ол үшін осылай біз вагондарды құрайтын боламыз. Қажет емес жерін алып тастап. Қазір осылайша құралып жаты. Каналдан алыстамаңыздар. Егер де сіздерге бүгінгі видео ұнап жататын болса, лайк, комментарий басуды да ұмытпаңыздар. Мінекей артық жер бөлімдерін алып тастап, осылай құрай бастаймыз.